Najmiddin Kubro, tasаввуф ілімінің әйгілі шайхтарының бірі, Кубравия тарихатының негізін қалаушы Najmiddin Kubro 1145 жылы Хива қаласында дүниеге келген. Шайх Najmiddin Kubroның толық есімі Ахмад ибн Умар ибн Мухаммад әл-Хивақи әл-Хорезми әл-Najmiddin Kubro Абул-Джаннаб Вали-Тарош бұл тұлғаға берілген атақтар мен бүркеншік аттар болып саналады. Ұлы ғұлама жастайынан ғылым мен білімге құштар, зейінді тұлға болған. Сол себепті ол Тамматул Кубаро, яғни ғұламалардың біліктісі, ұлысы деген лақап атқа ие болады. Бұның жанына Najmiddin дін жұлдызы деген мәртебелі атақ қосылып, Ахмад бин Умар, содан кейін Najmiddin Kubro есімімен әйгілі болады. Ол Хорезм медресесін бітірген соң 16 жасында өз білімін жетілдіру мақсатында сол замандағы ірі ғылым мен ағарту орталығына айналған Иран, Мысыр, Шам және Ирак мемлекеттерінде болып, хадис пен фикх ілімі данышпандарынан қажетті білімдерді алады. Өз өмірінің 25 жылдан астамын ғылым үйренуге арнаған Kubro 1185 жылы Хорезмге қайта оралады. Бұл жерде үлкен ғимарат салдырып, өз мектебін ашады. Kubro адамдарды ізгілікке, ғылым мен білімге, жомарттық мен батылдыққа шақырды. Кубравия Najmiddin Kubro негізін қалаған tasаввуф тарихаты. Оның негізгі міндеті кемел тұлғаны тәрбиелеу болатын. Najmiddin Kubro жоғары абыройға ие болса да қарапайым өмір сүрген. Оның шәкірттері Иран, Орта Азия, Арабия, Кавказ, Шам, Ирак елдерінің түрлі түкпірлерінен келіп білім алған. Tasаввуф танушы ғалым Najmiddin Камиловтың айтуына қарағанда, Монғолдар шапқыншылығы қарсаңында шайх муридтерінің саны 400 адамнан артық болған. 1221 жылы Монғолдар Хорезмге бастырып кіреді. Шыңғысхан ұлы ғұламаға амандық беріп, үргеніштен шығып кетуге болатынын айтқанда, Najmiddin Kubro қаланы тастап кетпей, отан қорғау жолында шайқас жүргізіп қаза табады. Оның денесі көне Үргеніш қаласында жерленген. Шайх Najmiddin Kubro адамзат тарихындағы ең өнегелі тұлғалардың бірі. Оның есімі шығыста сан ғасырлардан бері отан сүйгіштіктің жарқын айғағы болып келеді.